Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге шығыс халқының ұлттық тағамдарының бірі дыбляма тағамының жасалу жолын ұсынатын боламын. Өзім қалай жасаймын, сіздермен бөлісетін боламын. Еті де толықтай піседі, картобы да өте дәмді, сулы болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Етті осылай ірі-ірі қылып турап алдым. Менде сиыр еті, картоп, қызанақ, сәбіз, пияз және капуста қажет болады. Қалауларыңыз бойынша укроп және қызанақ қоссаңыздар болады. Қазанымызды қыздырып алып, сұйық майымызды құйып, үстіне етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Ескертетін жағдай, мен етті қуырған кезде оттың астын орташа қылып қуырамын. Баяу отта қатты қылып қойсақ, етіміздің сырты күйіп қалады. Сондықтан орташа отта, яғни жақсылап бұқтырып аламын. 15-20 минут шамасында бұқтырамын. Содан соң татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырып, осылай бір 2-3 минуттай тағы да қуырып аламыз. Мінекей біздің етіміз осылай қуырылып, суы кішкене тартыла бастайды. Сол кезде үстіне пиязды турап салатын боламыз. Пиязды мен осылай дөңгелек қылып турап алдым. Отымыздың астын дәл осы күйінде бәсеңдетіп, орташа отта қойып, үстіне керек жаттарымызды саламыз. Алдымен пиязды саламыз, дәл осылай бетіне қойып шығатын боламыз. Ендігі кезекте үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізді осылай домалақ қылып турап алдым. Тез пісуі үшін және өте ыңғайлы болу үшін кез келген универсальный приправаны қосамыз. Картопты сосын бетіне қойып шығамыз. Картоп егер үлкен болған жағдайда арасын 2-3-ке бөліп алсаңыздар болады. Мен кішірек болған соң осылай қойып шықтым. Содан соң қызанақты да турап саламыз. Қалауларыңыз бойынша арасына кішкене тұзымызды, қара бұрышты қоссаңыздар болады. Мен хмели сунели деген приправаны қостым. Ол да өте ерекше дәм береді. Бетіне енді укропты қоямыз және капустаны дәл осылай ажыратамыз. Бүтін күйінде сала салмаймыз. Капустаның арасын ашып, осылай жұқа-жұқа қылып бетіне жайғастырып шығатын боламыз. Және де оттың астын бәсеңдетіп қоямыз. Тұзымызды салып, бетіне де 1-2 укроп саламыз. Және де сарымсақ салсаңыздар да болады. Сосын лабыр жапырағын қалауларыңыз бойынша салып, осылай дайындап аламыз. Ешқандай су құймаймыз. Дәл осы күйінде бетін жауып 1,5 сағаттай баяу отта бұқтырып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің осымен тағамымыз дайын. Өте оңай жасалады, өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Енді дастарханға қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады. Мен осылай алдымен капустаны осылай шет-шетіне қойып сәндеп шығатын боламын. Кейіннен ортасына картобымызды және етімізді саламыз. Сөйтіп әрлеп қоятын боламыз. Қараңыздар, еті де толықтай піскен, картоп та барлығы өте керемет болып піскен. Суы өз күйінде, ешқандай су қосқан жоқпын, тек сұйық май ғана қостым. Суын осылай бетіне қойып ұсынсаңыздар болады. Бетіне қалауларыңыз бойынша укроппен, көк пиязбен сәндесеңіздер болады. Қонақ келгенде де осылай жасай берсеңіздер, өте дәмді, ұялмай қарсы алатын боласыздар. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контент қолдап тіркеліп өтсеңіздер. Және видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздерге керемет видеоларды бөлісіп отыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.